Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен агроөнеркәсіп кешенінде инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселесі талқыланған мәжіліс өтті. Ауыл шаруашылығы саласында жүзеге асып жатқан және алда қолға алынатын жобалар туралы мағлұмат беріліп, жауапты басшылардың есептері тыңдалды. Өңірдің басшы аудан, қала әкімдері мен облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысына Түркістан әкімшілік кәсіпкерлік корпорациясы басшылығына тиісті тапсырмалар да жүктелді. Аудан қала әкімі ауыл шаруашылығына инвестиция тартып, өнімді терең өңдеуге басымдық беруі тиіс. Су үнемдеу технологиясын енгізу, жаңа тәсілдерді қолдану, егістікті әртараптандыру маңызды. Нақты жоспар, жүйелі жұмыс қажет деген облыс әкімі Дархан Сатыбалды жауапты сала мамандарына тапсырмалар жүктеді. Сондай-ақ мәжілісте облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Нұрбек Бадырахов пен жауапты басшылардың баяндамалары тыңдалды. Агроөнеркәсіп кешенінің әр саласы бойынша тартылған инвестиция бойынша мағлұмат берілді. Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,5 есеге артып отыр. Және тамақ өндірісіне тартылған инвестиция көлемі 23 миллиард теңгеге жуық көлемді құрап, өткен жылмен салыстырғанда 1,9 есеге артты. Жалпы жоспар бақылауды келесі аптада аудан әкімдерімен де шығарамыз. Кейбір үшжақты келісімді толық орындамаған аудан әкімдерімен толыққанды жан-жақты талқылаймыз. Жалпы өткенде стратегиялық жоспарды талқылаған кезде 336 жобаны 560 миллиард теңге инвестиция тартылады деп отырмыз, 12.488 жұмыс орнымен. Оның ішінде өсімдік шаруашылығында 84 жоба, мал шаруашылығында 97, құста 25, қойма құрылыстары 26, қайта өңдеу 64 және балық шаруашылығында 40 жоба. Биылғы жылға осы проекттердің ішінде 30 жоба қазіргі таңда іске асты. Жалпы құны 34 миллиард теңге. Оның үшін негізгі ірі жобаларына Жасыл аймақ кооперативі 5000 басқа, мал бордақылау, бөрте милка 408 басқа, сүт фермасы кеңейту, ЖМЖ агро 1000 гектарға жаңбырлатып суару, балмұздақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 150 тонна сақтау қоймасы, Нұрым групптың қазіргі таңда құрама жем зауыты 2,3 миллиард, Қазплем зауыттың 5000 басқа арналған мал бордақылау алаңы, БНК агро KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 800 бас ірі қара мал сүт тауарлы фермасы, Ернұр пресс корпорациясының 5000 басқа бордақылау алаңдары. Негізгілері осы жобалар жүзеге асып, жалпы 10 аймен статистикаға еніп отыр. Ал биылғы 10 айда агроөнеркәсіптік кешенінде 30 жоба жүзеге асып, 237 жұмыс орны ашылған. Облыс әкімі жоспарлар қағаз жүзінде қалмай, нақты іске асу керектігін айтты. Аудан қала әкімдеріне осы бағыттағы жұмысты күшейту жөнінде тапсырма берді. Жобалар әлі де жүйеленіп, тиісті жұмыстар атқарылмақ.